Ол может әкесі өскен шығар, о затты көрмеген шығар, может әкесі тоже суық болған шығар. Айтса мен осы туралы бір обстановка деп ойлайықшы, біз жерімен қарайтын болсақ. Мына менде қара да цвет. Мен кием, все, менің әлем бәрі қап-қара. Мен жасамаймын деп мамасына осуждать еткен қыздар дәл сондай өмірін еркек тартып алған ғой. Ол әйелі егер оған бүйтіп астынан үстіге қарай былай қарайтын болса. Ассалаумағалейкум, Перезорс каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі тема дәке. Бүгін еркектердің жауапкершілік алмағаннан отбасылардың ажырасып жатқаны. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңызды бөліп тыңдап жатқаныңызға рахмет. Видеода осы салдық қой 3 күн бұрын. Өте көп адамдар отзывать етіп жатыр. Мә күшті рахмет, прям көздерін ашып жатсыңдар деп ше. Енді біз әйелдер емес, бүгін біз еркектер туралы айтайық. Өйткені енді қазіргі от ағасы дейді ғой. Осы семьяның басында тұрған как-никак еркек қой, дәке қандай әлсіз болсын, мықты болсын, жауапкершілік ала алмаған болсын. Сол себептен біз бүгін еркектер туралы айтамыз. Поэтому еркектер сіздерге бүгін ашық әңгіме. Так, жалпы былай да дұрыс қой, от ағасы деп не үшін айтады дәке, бір өзіңіз ойды айтып жүріңіз. От ағасы дейді ғой. Сол үйдің енді бір тірі ғой. Ол әйелі егер оған бүйтіп астынан үстіге қарай былай қарайтын болса, менің осы күйеуім деп, ол қандай болсын, разница жоқ, әлсіз болсын, ақша тапсын, таппасын. Ол үйде өзі, ол иерархия бойынша ол әйел дұрыс рөл атқарып жүр да. Қызығы болған, тамсанып жүреді. Ал егер примерно бір наравне қарайтын болса, ол уже бір дос сияқты болып кетеді жаңағындай. А егер былайынан қарайтын болса, ол кезде ол семьяда уже сондай балдар шығады ғой. Плюс-минус жаңағындай. Дұрыс айтасыз. Жалпы былайда еркек адам өзінің орнында тұрмаса, жауапкершілік алып, өзін жаңа еркек ретінде сезінбесе, біз жерде былай айтқан кезде анау цепочка бәрі құртылады да. Өйткені өзіңіз екеуміз де жасаймыз ғой, жұмыс жасаймыз жалпы әйелдермен. Основном жауапкершілікті алынмаған отбасында көп страдания, көп қиналық, көп жаңа еркектер жаңағындай әлсіз болып, еркектер әлсіз болып, жаңағындай әйелдерін алға шығарып алған да. Сол себептен жалпы бүгін еркектер туралы сөйлесеміз. Не себептен еркектер қазір нереализованный? Не себептен еркектер қазір үлкен ақша таба алмайды? Не себептен еркектердің айтқан кезде жолы ашық емес, үнемі жаңағындай